Ассаламу алейкум, кезекті қорабашу. Өздеріңіз суретті көргендей бүгін шок контент десек болады. Себебі бүгін ойыншық жай ойыншық емес. Бұл ойыншық жоғары функционалды, кішкентай бүлдіршін, кішкентай балаларыңыздың моторикасын дамытатын ойыншықтардың қатарынан. Сапасы өте жоғары екен. Пластмастары да доғылдам келген. Бала шетінен құлап қалып, яки болмаса басын ұрып алса, или қолын бір жер қаттырақ соғып алатын болса, жырып алмайды. Себебі жиектерінің бәрі сондай жоғары сапалы пластмаспен жасалған екен. Бұдан столдан бөлек екі үстелі бар. Бұл ойыншықтардың бір үстелдігі бар және екі үстелдігі бар. Бұда екі үстелі бар. Одан кейін бұл осы екі орындықтың бір айырмашылығы арқасында арқа тірегіші бар. Арқа тірегіші сондай дизайнмен келген. Қоянның екі құлағы іспеттес, мен қазір тығып алдым, көрдіңіздер. Екі құлағы іспеттестей. Одан кейін мына столдың үстінде жатқан жаңағы екі жасыл пластмас, көк пластмас. Бұл жаңағыдай аяқты ұзартқыш. Балаңыздың бойы ұзын болса, мына астындағыны ұзартсаңыз болады жаңағы столдың аяқтарын. Одан кейін жиектерінде қалталары бар. Ойыншықтар шашылмайды. Одан кейін екі пакетте бұл жерде жаңағыдай қалай десем болады. Бұл екі пакетте жалпы қателеспесем 258 түрлі предмет қой жалпы бар да. Леганың сондай ойыншықтары бар. Мына аяғын көрсетіп жатырмын. Ұзартуға да болады, кемітуге де болады дегендей. Одан кейін мына астында жатқан мына наклейкалары, одан кейін қолыма ұстап тұрған мына қағазы, бұл нұсқау қағаздары. Әртүрлі осындай пішіндегі ойыншықтар жасауға болады. Мына орындықтың сапасын көрсетіп жатырмын. Екі жаққа отырғызып ойнай берсеңіздер болады. Жалпы ойыншық керемет келген. Бала шағамда дән риза. Мына қазір пакетті жарып, пакетті жыртып, барлығын қалталарына толтырып салып жатырмын. Ешқандай бір зат шашылып тұрмайды, себебі екі қалтада тұрады. Керегін бала өзіне алып, өзіне керек үй болсын, мәшіне болсын, басқа болсын, кез келген пішіндегі ойыншықты жасай береді. Одан кейін столдың бір кереметтілігі, столдың ішінде мына тұрған, қазір көрсетіп жатырмын міне видеода. Стол осындай. Міне кішкене сіздерге видео обзор. Бұл айтқанда құрастырылуы да, материалдар да жақсы. Кез келген үй болсын, көлік болсын, басқа да бір ұшақ болсын жасай берсе болады балаңыз. Одан кейін үйіңіздің интерьерімен де жақсы ұйқасады деп ойлаймын. Өз басымыз сондай бір керемет көрініс көріп тұрмын. Қыздарыма, бала шағам бәріне ұнады. Мінекейіңіз. Стол ұнап жатса, жалпы видео ұнап жатса, ой пікірлеріңізді білдіріп, комментарийлерін жазып, біздің YouTube арнаға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып кетіңіздер. Ағайын.